Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Selam dostlar. Жағдайларыңыз қалай? Жақсы ма? Ben de böyle şöyle. Менде енді олай-бұлай болады менде. Орысша айтқанда пойдет. Ал енді бүгін bizim дәрісіміздің konusu Türk dilinde көп айтылатын 9 етістік. Türk dilde en çok kullanılan 9 fiiller. Біріншісі gelmek. Gelmek бұл келу деген сөз. Мысалы, сіз бір жерден шығып бір жерге келесіз, соны gelmek, yani келу. Қазақшада мағынасы бір. Kızım, neredesin? Kızım, қайдасың? Anneciğim, şimdi eve geliyorum. Anашым, міне, қазір үйге келе жатырмын. Anneciğim деген түсінесіз. Şimdi деген бұл дәл қазір деген сөз. Şimdi eve geliyorum, үйге келе жатырмын. Тағы бір мысал келтірейік. Mesela, tatile Türkiye'ye geliyorum. Tatile, демалысқа, Түркияға geliyorum. Келе жатырмын, немесе бара жатырмын деп айтсаңыз да болады. Келесі етістігіміз gitmek. Gitmek, кету деген сөз, немесе бару. Мысалы, nereye gidiyorsun? Қайда бара жатырсың? Parka gidiyorum. Саябаққа кетіп бара жатырмын, немесе бара жатырмын деп айтсаңыз да болады. Мына жердегі парк деген сөзіміз кәдімгі парк, саябақ. Ал енді келесі етістігімізді көптеген жаңадан түрік тілін бастаушылар шатастырып жатады. Görmek бұл көру деген сөз. Көз деген сөзден шыққан етістік. Görmek көру. Мысалы, beni görüyor musun? Meni көріп тұрсың ба? Evet, görüyorum. Ya, көріп тұрмын. Seni görmüyorum. Seni көріп тұрған жоқпын. Neredesin? Қайдасың? Келесі етістігіміз bakmak. Bakmak бұл қарау деген сөз. Мысалы, түріктің киноларында айтып жатады. Bana bak, маған қара. Bana, маған, bak, қара. Eğer gitmeyi düşünüyorsan gidebilirsin. Егер кетуді ойласаң, кете аласың. Кете бер деген сөз. Келесі, baksana, o sana arkadaş olamaz. Қарашы, ол саған дос бола алмайды. Baksana, қарасай, ол сана, саған, arkadaş, дос бола алмайды деген сөз. Мысалы, кез келген етістікке сана, сене деген жалғауды қосақ, мысалы, баксанаға қосып тұрмыз ғой, сол секілді. Gitsene, кетші, баксана, қарашы, көрсене, көрші деген сөз шығады. Келесі екі етістігіміздің мағынасы бұл. Бір, мысалы, seyretmek, izlemek. Екеуінің де мағынасы ұзақ уақыт көру. Мысалы, ben televizyon seyrediyorum. Мен теледидар қарап жатырмын. Ұзақ уақыт көресіз ғой сіз, мысалы, телевизорда. Sen haberleri izliyor musun? Сен жаңалықтар көріп жатырсың ба? Яғни ұзақ уақыт бойы бір нәрсені көру деген сөз. Келесі етістігіміз beklemek. Beklemek күту деген сөз. Мысалы, ben bekliyorum, мен күтіп тұрмын. Seni aşağıda bekliyoruz. Seni aşağıda, төменде, bekliyoruz, күтіп тұрмыз. Яғни күтеміз деген мағынаны береді. Келесі етістігіміз benzemek. Benzemek бұл ұқсау деген сөз. Мысалға, mesela, ben anneme benziyorum. Мен анама ұқсаймын. Babama benzemiyorum. Әкеме ұқсамаймын. Достар, егер де менің видеоларым ұнап жатса, маған лайк басып, комментарийге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі етістігіміз çalmak. Çalmak бұл аспапта ойнау, ұрлау, немесе қоңырау соғу деген 3 түрлі мағынаны береді. Бірінші мағынасы, ben piyano çalabiliyorum. Мен пианинода ойнай аламын. Немесе мен күй сандықты ойнай аламын деп айтасыз. Ал екінші мағынасы бұл ұрлау. Мысал, Аллах, cüzdanımı çalmışlar. Құдайым-ай, әмиянымды ұрлап кетіпті. Çalmışlar, яғни çalды, ұрлады деген мағынаны береді. Үшінші мағынасы, kapı çalıyor. Есікті қағып жатыр. Kapı çalıyor, есікті қағып жатыр. Тағы бір мағынасы, telefon çalıyor. Яғни телефонға біреу қоңырау шалып жатыр.
Түсінікті ме? O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Олай болса достар, бүгінгі сабағымыз осымен соңына жетті. Сіздерге көп-көп рахмет. Çok teşekkürler. Менің каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып қоюды ұмытпаңыз. Ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Комментарийге өз сұрақтарыңызды қалдырсаңыз болады. Güle güle görüşürüz.